Отбасы қоғам мен мемлекеттің негізі. Сондай-ақ отбасы тәрбиенің негізгі институты. Адам отбасынан алған барлық нәрсені өмір бақи бойында сақтайды. Өйткені отбасы тұлғаның негізі қаланатын орын. Бала тұлғасы өмірінің алғашқы күндерінен бастап анасы, әкесі, бауырлары, әпкелері, аталары, әжелері және басқа туыстарымен тығыз қарым-қатынаста қалыптасады. Балалар бір отбасында сенім мен өзара түсіністік атмосферасында өседі. Ата-аналар олардың қызығушылықтарын анықтап, спортта қолдау көрсетеді, сыныптастарын құрметтеуді және достарды табуды үйретеді. Мұндай бала жауапкершілікті үйреніп, пікірінің маңызды екенін және таңдауының құрметтелетінін түсініп, сенімді түрде болашаққа көз жүгіртеді. Кейбір отбасыда бәрі мүлдем басқаша. Радикалды діни көзқараста болған әке жиі ашуланып әйеліне және балаларға қол көтеріп, балаға діни ережелерді қатал ұстау керектігін айтып, намаз оқуға мәжбүрлейді және намаз оқымайтындармен араласуға тыйым салады. Жиі орын алған даулар мен қорқыныш баланың жан дүниесінде агрессияны, айналасындағы адамдарға деген сенімсіздікті және оқшаулану сезімін қалыптастырады. Мұндай ортада өскен жасөспірім бала басқа көзқарастарға төзімсіз болып, радикалды әрекеттерге бейім болуы мүмкін. Бұл тек баланың психикасын ғана зақымдап қоймай, сонымен қатар заң алдында да ауыр салдарға әкеледі. Әр ата-ана отбасының болашағы үшін жауапты. Балаға қамқорлық жасау тек тамақ пен киім ғана емес, сонымен бірге еркін ойлау, тіл табысу және даму мүмкіндігін қамтамасыз ету. Тәрбиенің негізі махаббат пен тұлғаны құрметтеуге құрылғанда, қоғам сауатты ұрпаққа ие болады. Зорлық, зомбылық пен тыйымдар көрсетілген жағдайда, балаларда ішкі қайшылық пен төзімсіздік пайда болу қаупі бар. Нәтижесінде отбасы, бала және бүкіл қоғам зардап шегеді. Нағыз сенім, зорлық, зомбылық пен дінді пайдаланып қорқытудан емес, махаббат, мейірімділік және жан тәрбиесінен басталады.